Оқымпу продакшн. Екі дос. Бір күні екі дос орманда келе жатады. Бірінің аты Айдос, екіншісінің аты Жандос. Кенеттен алдарынан үлкен аю шыға келеді. Айдос досын тастай сала талға өрмелеп кетті. Ал Жандос болса, ештеңені түсінбей алдына қарай қаша жөнелді. Алайда не істерін білмей тұрғанда ойына өлген адам сияқты жерге етпетіме жата қалсам, бәлкім құтылып кетермін деген ой келді. Аю оны келіп иіскелей бастағанда, демін жұтып дем алмай жатады. Аю кеткен соң, талға өрмелеп кеткен досы төмен түсіп, досының қасына келіп күліп: «Айтшы, аю сенің құлағыңа не деп сыбырлады?» деп айтады қызығып. Сонда Жандос: «Осыңа қауіп-қатер төніп тұрғанда қашып кеткен адамдардан сақтану керектігімді айтты». Онда айтқан сөзін естіген Айдос қатты ұялып қалады. Балалар, ертегіден нені ұқтыңдар? Айдос дұрыс жасады ма? Сендер өз достарыңды қиын кезде мүлдем тастаушы болмаңдар. Сендер де жақсы, шынайы, адал дос болам десеңдер, достарыңа үнемі көмектесіп жүріңдер.